Сендерді ие қылған нәрселерден тиісті орынға жұмсаңдар дейді. Сендерді ие қылған нәрсе дейді. Алланың сендерді жағы мал мүліктерді мен бердім, сендерді соған өкіл еттім дейді. Содан жұмсаңдар дейді. Өйткені мал мүлік шындығында сендердікі емес Алланыкі деп жатыр ғой. Содан кейбір ғалымдар былай дейді. Яғни қолдарындағы малды Аллаға бүкіл дүние мүлік Аллаға тиесілі дейді. Сондықтан өйткені оны жаратқан Алла. Алайда сендерге сол мал пұлдарды пайдалануларыңа қарай жағдай жасады дейді. Олардың қолдануында сендерді өкіл етті дейді. Негізгі иесі біз емес екенбіз. Олай болса, осы мал дүниеге ие болғандарың Алла бұйырған жерге жұмсамай қоймаңдар дейді. Кімге Алла Тағала мал дүниені артықтау беріп ие қылып қойды, Алла Тағаланың разылығына жұмсаңдар деп жатыр. Бұл сөздегі негізгі мақсат мал дүние болсын, мал дүниені Алла Тағаланың жолында жұмсауға қызықтыру дейді. Сосын адамды дүниеден ұзақтату екен. Сараңдықтың еміне беру да, сараңдықты беріп емделеді екен адам. Сараңдықты, жүрекке сараңдықты сөй бастаса, оның емі беру екен. Өйткені ол бермеген сайын сараңдық не істейді екен? Асқына береді.